Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессияға қатысушылар. Аудандық мәслихаттың 11 депутатынан бүгінгі 43-ші кезекті сессияға 11 депутат қатысып отыр. Кворум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихатының 8-ші сайланған 43-ші кезекті сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия жұмысына аудан әкімінің орынбасары Райхан Қайыржанұлы қатысып отыр. Ауданның ұйымдар мен мекемелердің басшылары және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Құрметті әріптестер, күн тәртібін бекітуіміз керек. Күн тәртібі қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Сондай-ақ бүгін сессия жұмысының регламентін бекітуіміз керек. Регламент қолдарыңызда бар. Регламент бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып жинақтауды ұйымдастыру үшін бізге сессия хатшылығын сайлау қажет. Хатшылыққа 2 кісі сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Жақсы, онда дербес нөмір 6-шы Михайловка сайлау округінің аудандық мәслихатының депутаты Светлана Григорьевна Генко, мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зинуловна Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша басқа ұсыныстар бола ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Күн тәртібіндегі мәселені қарауға көшеміз. Бірінші мәселе бойынша сөз Руслан Қалауиденұлы Арангазиновқа беріледі. Қайырлы күн, құрметті төраға, депутаттар. Железин ауданының 2026-28 жылдарға арналған бюджет жобасын шығарылады. Жеткізілген параметрлеріне сәйкес 2026 жылға арналған аудан бюджеті 4 миллиард 44,4 миллион теңге сомасы жоспарланды. Соның ішінде ауданның меншікті кірістер 2 миллиард 422,5 миллион теңге, субвенция 962,8 миллион теңге, жоғары тұрғын бюджеттен мақсатты ағымдағы трансферттер 659,2 миллион теңге. Меншікті кірістер жалпы көлемінің 96,9%, немесе 2 миллиард 149 миллион теңге салық түсімдерде. 1,3%, немесе 34 миллион теңге негізгі капиталға сатудан түскен түсімдер. Және 1,8%, немесе 43 миллион салықтық емес түсімдер тиесілі. Негізгі кіріс көздері ол корпоративтік табыс салығы, жеке табыс салығы болып табылады. Күрделі шығыстар 2 миллион теңге сомасы көзделген. 2025 жылдың бекітілген бюджетпен салыстырғанда меншікті кірістер 25,8%-ға өсті. Трансферттер түсімі 72,9%-ға қысқарылды. Шығындарда бюджеттік жалпы көлемі ең үлкен үлес салмағын әлеуметтік жұмыспен қамту және мәдениет саласы алады. Ол 30,2%. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 33%. Қарыз қызмет көрсету 19,4%. Күрделі шығыстар 2 миллион теңге көлемінде көзделген. Ол кітапхана қорын жаңарту аясындағы аудан кітапханалары үшін 2 миллион теңге сомасында кітап сатып алу. 2026 жылға жалпы сипаттағы трансферттер көзделген. Ол мысалы 877 миллион 902 мың теңге, оның ішінде Қазақстан Республикасы мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға 47 миллион 492 мың теңге. Атаулы әлеуметтік көмекке 1-6 жас аралығында балаларға қосымша көмек 26 миллион 783 мың теңге. Үкіметке емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 13 миллион 372 мың теңге. Азаматтық қызметшілерді жекелген санаттарын мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен
ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің жалақысы арттыруға 5.536.000 теңге, оның ішінде мәдениет саласы 3.212.000 теңге, басқалар 2.324.000 теңге. Халықтық әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй сатып алу үшін қарыздар бойынша негізгі борышты өтеуге 602.794.000 теңге. Халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй сатып алу үшін қарыздар бойынша сыйақы төлеуге 114.531.000 теңге. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы шеңберінде қарыздар бойынша 2020-2021 жылдардағы сыйақы төлеуге 67.194.000 теңге. Мысалы емес 283.912.000 теңге. Оның ішінде байланыс қызметтерді бойынша шығындары орталықсыздандыруға 32.816.000 теңге. Мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеруге 89.781.000 теңге. Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарына 8.842.000 теңге. Әкімшілік ғимараттың құрылысы сатып алуы 100.000.000 теңге. Резервте 52.473.000 теңге. Жоғары тұрғын бюджеттен берілетін трансферт есебінен 631.000.000 теңге сомасы қаражат көзделген. Оның ішінде кірме жолдары орташа жөндеу және Железинка-Валиханов көшелері. Басқа бастамалар сондай-ақ келесілерге қаражат бөлінді. Халықтық әлеуметтік осал топтары үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу 2 пәтерлі 27.7 миллион теңге сомасында. 2026 жылға ауылдық елді мекендер жұмыс істеуге және тұру үшін келген ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдеріне апаратын мемлекеттік қызметшілері, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешен саласында мамандары әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 8 маманға 86.5 миллион теңге сомасы бюджеттік кредит беру үшін бюджет қаражат бөлінді. Сондай-ақ аудандық бюджеттен 30 маманға көтерме жәрдемақы төлеуге 12.9 миллион теңге сомасы қаражат қарастырылды. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, отыруыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, біз осы бүгінгі мәслихат сессиясының шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстар бола ма? Болмаса оны дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Екінші мәселе бойынша сөз Владимир Иванович Неупокоевқа беріледі. Уважаемые депутаты, приглашенные, Постоянная комиссия районного маслихата по аграрным вопросам и экологии районного маслихата была сформирована решением сессии от 30 марта 2023 года. Функциональная направленность и порядок организации работы постоянной комиссии определяется регламентом работы маслихата и планом работы постоянной комиссии. Постоянная комиссия работает в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Комиссия вносит на рассмотрение маслихата предложения по разработке и реализации планов программы по вопросам экологии, аграрным вопросам отраслевого развития. Круг вопросов, рассматриваемых на заседании комиссии, обширен и требует особого подхода при их рассмотрении. Для рассмотрения вопросов на заседании комиссии приглашались должностные лица, руководители, специалисты. За отчетный период на заседаниях, на которых рассмотрены следующие вопросы. Первое. О зимнем содержании автомобильных дорог районного значения. Второе. Об утверждении программы по управлению коммунальными отходами Железинского района на 2024-2028 годы. О подготовке к своевременному проведению основных этапов весенне полевых работ. Четвертое. В итогах реализации плана по управлению пастбищами и их использованию в Железинском районе и другие вопросы. Депутаты были проинформированы о работе в сфере растениеводства и животноводства.
Были подняты проблемные вопросы производства продукции животноводства, представление топлива сельхозпроизводителям на весенние полевые работы и проводимые в районе селекционной работе. Не остаются без внимания вопросы финансирования сельского хозяйства. При уточнении бюджета, которые рассматривались на совместном заседании постоянных комиссий, выделяются финансовые средства, направленные на развитие растениеводства, животноводства, ветеринарии. Также члены постоянной комиссии проводят работу в своих избирательных округах, ведут прием граждан, рассматривают заявления и общение граждан, своевременно направляют вопросы в соответствующие органы. Мы понимаем, что на депутатов, членов комиссии возложена большая ответственность перед населением и решение проблемных вопросов экологии, природопользования, поэтому деятельность направлена на решение тех задач, которые обеспечат улучшение обстановки. В заключение хочу заверить своих коллег в том, что комиссия впредь будет усиленно работать по решению аграрных вопросов экологии и природопользования. Благодарю за внимание. Баяндама Есть аяқталды, вопросы, сұрақтарыңыз. Жақсы, рахмет, отыруыңызды сұраймын. Бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Үшінші мәселе бойынша сөз Азат Қадырбайұлы Серғазинға беріледі. Қайырлы күн, құрметті депутаттар, әріптестер, шақырылғандар. Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 8 және 12 баптарына сәйкес заңдылық, құқықтық тәртіп және азаматтардың өтініштерін мәселелер жөніндегі комиссия 2023 жылғы 30 наурызда 8 сайлаған аудандық мәслихаттың 1 сессиясында құрылды. Комиссия аудандық мәслихаттың құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Заңдылық жөніндегі тұрақты комиссия мәселелері шеңбері депутаттар мен азаматтардың құқықтары және мүдделерін қорғау, құқықтық тәртіп, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара қимыл жасау. Тұрақты комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңын, мәслихат регламентін, мәслихат сессиясының шешімі және биліктің өкілді органдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерін басшылыққа алады. Комиссия өз жұмысын аудандық мәслихаттың жұмыс жоспарына сәйкес комиссия мүшелерінің бастамасы және жариялық мәселелерінің ұжымдық талқылау және шешу негізінде құрады. Комиссия отырыстары қажеттілігіне қарай шақырылады және өткізіледі. 2025 жылы комиссияның отырысында келесі мәселелер қаралды. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй беру, жалдау және пайдалану жөніндегі тұрғын үй комиссиясының жұмысы туралы, қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелердің қызметіне жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік көмек ұйымдастыру жөніндегі кеңестік кеңесші органның жұмыс нәтижелері туралы. 2025 жыл 1 жартыжылдық жұмыс қорытындысы бойынша Железин ауданы полиция бөлім жергілікті полиция қызметінің жұмысы туралы және де басқа да сұрақтар. Қорытындылай келе, заңдылық, құқықтық тәртіп және азаматтардың өтініштері жөніндегі тұрақты комиссия өз алдына қойылған міндеттерді шешу үшін өз қызметін жандандыру, тұрақты комиссияға жетекшілік ететін құрылымдардың қызметін одан әрі жетілдіруге қатысты жұмыс нысандарын пайдалану жөнінде жұмысты жалғастыратын айтқымыз келеді. Баяндама аяқталды. Назар аударыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бола ма? Баяндама аяқталды. Жақсы, рахмет, отыруыңызды сұраймын. Осы үшінші мәселе бойынша сессия шешімін қабылдауымыз керек. Шешімнің жобасы қолдарыңызда бар. Жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. 4-ші мәселе бойынша сөз Марат Рахметұлы Махметовқа беріледі. Құрметті депутаттар мен шақырылғандар, сіздердің назарларыңызға аудандық мәслихаттың әлеуметтік экономикалық даму және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның есебі ұсынылады. Әлеуметтік экономикалық даму және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның функционалдық бағыты мен жұмысын ұйымдастыру тәртібі мәслихат регламентінде айқындалады. Әлеуметтік экономикалық даму және бюджет мәселелері жөніндегі комиссия 2023 жылғы 30 наурызда 8 сайланған аудандық мәслихаттың 1 сессиясында құрылды. Бюджет және қаржы, әлеуметтік экономикалық даму мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның құрамына 4 депутат кіреді. Біздің комиссияның алдында тұрған негізгі міндет
маслихаттың қарауына жататын мәселелерді дайындау және қарау, оның шешімдерін, заңдарын жүзеге асыруға жәрдемдесу, өз құзыреті шегінде бақылау функцияларын жүзеге асыру болып табылады. Депутаттардың қызметіне халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан азаматтар санатымен жұмыс істеуге де ерекше орын беріледі. 2025 жылы комиссияның отырыстарында келесі мәселе қаралды. 2024 жылғы аудандық бюджеттің атқарылу есебі, 2024 жылға ауылдық округтар бюджетінің 4-ші деңгейінің орындалуы туралы есеп, жастар саясаты бойынша 2024 жылғы аудандық іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп, мемлекеттік тілді дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы және басқа сұрақтар. Қорытындылай келе, әлеуметтік экономикалық даму және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия алдағы уақытта алдына қойған міндеттерді шешу, тұрақты комиссияның қызметін одан әрі жетілдіруге қатысты жұмыс нысандарын пайдалану үшін өз қызметін жандандыру бойынша жұмысты жалғастыратынын айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса отыруымызды сұраймын. Мұрат Рахметұлы, біз бүгінгі сессияның шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша сұрақтарыңыз бола ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Құрметті әріптестер, 5-ші мәселе бізде мына өзіміздің мәслихаттың және тұрақты комиссияның келесі 26 жылғы жоспары жөнінде. Енді жоспар барлықтарыңызда бар қолдарыңызда. Сұрақтар бола ма жоспарыңыз бойынша? Сұрақтарыңыз болмаса, онда осы жоспарды бекітуіміз керек. Онда осы мәслихат сессияның шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстарыңыз жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Бүгінгі күн тәртібіндегі сұрақтардың бәрін біз қарап болдық. Осы сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бола ма? Жақсы, онда барлықтарыңызға рахмет бүгінгі сессия жұмысына қатысқандарыңызға.